Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Әлі футбол жайлы әңгімелер болып отыр ғой енді тиктокта, инстаграмда. Мына дүниені айтқым келіп тұр да, мысалы біздің Қайрат стадионында 23 мың адам сияды екен, соны ойбай, фу, адам аз сияды, біздің стадионды көріп күледі, анау деп жатыр еді ғой. Мен кеше Лига чемпионатының несін қарап шықтым да. И соған қатысып жатқан кейбір командалардың стадиондарын салыстырып, үйтіп не істедім да. Мынау Карабах Азербайжанның командасы қазір жақсы ойнап жатыр ғой. Олардың стадионы 5-ақ мың адам сияды екен. Ойлаңдар, 5-ақ мың адам. Сендер біз 23 мың адам сиятын стадионға күлдіңдер. Одан кейін тағы бір Марокко еді. Тағы бір, кәдімгідей шетелдің командаларының стадиондарын көріп шықтым. 10 мың, 13 мың, 18 мың, 15 мың. Біздік айналайын деген 23 мың адам сиятын, так что өйтпеген. Сондықтан айтқым келетін андай шүр бізде 23 мынау бизнес, поэтому мынау бизнесмен ағаларымыз бар, басқа адамдар бар. Темірлан Анарбекті де қуанту керек нормальный машинамен. Бля, если мен жағдайым болып кәдімгідей ше, жағдайым действительно мықты болып тұрған кезде өзім ақ сыйлайтын емші. Мынау 35 кім сыйлайын десем Темірланға керек те емес шығар ол. Сондай жалпы Лига чемпионатқа соның арқасында шықтық қой. 3 пенальтini қайтарды, үйтті дегендей. Әңгіме жоқ, жас талант кімде? Шерхан да енді өзінің өнерін. Ему как-то сказать, он бағы жанып кетті осы Реалмен матчта, бағы жанып, көзге түсіп, рыночный цена пайда болып, оған дейін рыночный цена болмаған ғой да. Қазір 200 евро болып сондай болып. Еще бұйыртса келесі матчтарда жеңеді деген үміттеміз. Әлі сол Реал қайрат болып отыр, құмый ашып. Сондай біреулермен қазір маған саған не жоқ деп айтатын шығар. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Қасымда Пернихан деген бауырым бар. Қалайсың Пернихан? Жағдайың жақсы ма? Пернихан жұмысын аяқтап, енді менің жұмысыма кетіп бара жатыр. Құдай қаласа бәріміз бірге жолға шықтық. Енді мен бүгін бір қызық жағдайға тап болдым, сіздерге айтып өтейін. Мен енді обычно негізі түнде таңға дейін жұмыс істейміз да, күндіз ұйықтаймын. Сонымен күндіз ұйықтап, кешке жақын көлігіме келсем, көлігімде мында записьтамын ба, қараңыздар. Номер жаздыра салайын. Звондайсың ғой, брат деп номерін қалдырып кетті. Неге десеңіздер, мен көлігімді сырып алған екен. Енді бәрімізде болады ғой, шығып жатқан кезде бір жаңағы машинамызды қойып жатқан кезде сырып алатын кездер болады. Енді ондай қатты бір мықты не емес, но бірақ машинамды кішкене сырып кеткен екен. Сосын осылай запись қалдырып кетті, брат звондасайшы деп. Мен риза болдым. Осындай міне адамгершілігі бар адамдар өмірде бар негізі ше. Талай көрдік қой, көлігімізді сырып, көлігімді тіпті ұрып, бампердің ішіне кіргізіп, сындырып, қашып кеткен адамдар көрдім мен талай. Тіпті звондап жаңағы ұрып алдым деп кейін жеме-жем келген кезде машинаны алып тастадың анау деген әңгіме айтып, қашқан кісілерді де көрдік. Но бірақ оказывается өмірде осындай адамгершілігі бар адамдар бар. Сондықтан да осындай адамдар аман болсын. Алла тағала осы бауырын аман есен қылсын деп дұға етіп қойдым. Жарайсың, красавчик брат. Тәтті тұғып тамақ істейді, таңертең ерте тұрады, ухаживать етеді. Еще укол салады. Осындай подружка қайда бар? Кетші, сен түсінемеш, аурудан құсап, қорқып кетемін. Неге? Қалай жүресің? Қойшеш. Мектептің жанар шекарайты ғой. Духи не вот, звонаш. Студия келетеді. Тақпашыш. Әдейі, қысталып қалдым ба камераға. Камераға түспеш десем де түсіріп алады ғой әдейі. Жаным, күнім, мишкам, цветочкам. Жеш, оқырмандарымызда көрсін қалай келететін. Шоколадмен. Сүйшме. Мен де ответка айта салады. Мен сүймейді өмірі ше. Камераға сүйіп қашқаты. Бүйтіп басымды көтере алмай қалдым ғой. Бір шығып қояйын сіздерге. Өзімнің түрімді көрсетіп, сөйлеп. Қазір кешке тамақтануға шықтық. Біз күніне бір-ақ рет тамақ ішіп жүрміз. Дым аппетит жоқ шынында да. Білмеймін. Қазақстанда кәдімгі уақытылы завтрак, обед, кешкі ас ішесің ғой кәдімгідей. Мына жаққа келіп азып жатырмын.
или андай товарлармен не ашу болғаннан кейін шығар. Сол уақыт та болмай кетеді. Ой, кешке завтрак ішпей кетеміз, обед іше саламыз деп, сонымен обедте тағы жүреміз сол товармен. Сонымен қой бір кешке іше саламыз деп, бәрін жинап кешке ішіп жатыр. Тамақты. Енді біз көп уақытқа келген жоқпыз ғой, сол үшін же. Бүйтіп спокойно сторисқа шығып әңгіме айтатын уақыт болмай жатыр. Қытай. Ағам. Қытайға келгелі енді шығып жатырмыз. Қой жан-жақты қарайық деп. Маған қатты ұнайды. Бұрын осы не болған ғой? Бір мемлекеттік бір жер болған. Депутаттар отыратын ба сондай ау? Естуім бойынша. Әдемі прям судың үстінде орналасқан. Осындай парк бар. Біз тұратын жақта. Адам демалады ше. Ағам екеуміз шығып серуендеп жүрміз. Енді ғана кішкене ғана қолымыз босап. Тамаша.